Тәуелсіздік мерекесінің шырқын бұзған Жаңаөзендегі тәртіпсіздікке қатысы бар деген күдікпен 70 адам тұтқындалды. Қазір тергеу жұмыстары басталып кетті. Бұл туралы бүгін Бас прокуратураның ресми өкілі мәлімдеді. Нұрдәулет Сүйіндіковтің айтуынша, бұл бейберекетсіздік бұзақы жастар тобы мен олардың ықпалына берілген жұмыстан шығып қалған мұнайшылардың әрекеттерінен басталған. Олар қызметтерінен босатылса да шеруге жұмыс кезінде киетін бірыңғай үлгідегі киімдерін киіп келген. Бұл бейнетаспаға түсірілген жазбаларға талдау жасаудың нәтижесінде белгілі болды. Кезектен тыс өткен брифинг барысында белгілі болғанындай, желтоқсанның 16-сында Жаңаөзендегі тәуелсіздік алаңында басқыншылық күйдегі 800-ге жуық адам болған, ал қоғамдық тәртіпті 120 полиция қадағаласа керек. Олардың ешқайсысында қару болмаған. Шабуылға тап болған полиция қызметкерлері осындай жағдайларды да қанды қақтығыстар мен ақталмаған құрбандарды болдырмау үшін қару мен арнайы құралдарды қолданбай, қалалық ішкі істер басқармасына қарай жылжып, ауаға атумен шектелген. Тәртіпсіздік салдарынан 86 тұрғын түрлі дене жарақатын алып ауруханаға жеткізілген. Олардың 6-ы полиция қызметкері. Бас прокуратура ресми түрде мәлімдеген әр ақпарын бейнетаспаға түсірілген жазбамен нақтылады. Жас жігіттерді үкіметтік органдар тарапынан ұйымдастырылған, солардың ұйымдастырумен, солардың басшылығымен алаңға келіп арандату туғызды деген ақпарат таратылып жүр. Ол ақпаратта ешқандай шындыққа сәйкес келмейді. Бұрыннан митингіге шығып жүрген жұмыстан босатылған мұнайшылармен танысып, амандасып, құшақтасып, жаңағы полиция қызметкерлеріне шабуыл жасау, қирату, тонау әрекеттерін бәрін бірге сөрді әңгімелесу, ойласу арқылы соны бірге жүзеге асырған. Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы Жаңаөзен қаласының және оның маңындағы аудандардың тұрғындарын заңдылықты сақтауға және арандатушылық мақсатта кейбір тұлғалармен таратылатын жалған ақпараттарға берілмеуге шақырады.